Ал, баршаларыңызға ассалаумағалейкум, сәлематсыздар ма? Қордайға қош келіп қалдық. Енді Алланың қалауымен, Алишер аға мен Алтынай әпкенің аманатын арқалап келіп тұрмыз. Қазір сіздерге Алла қаласа кішігірім Айнара келіндеріңіздің өзі пайдаланатын төсек орны мен киімдерін алып келдік. Енді Алла қаласа той августтың 19 деп жатсыздар ғой. Оның алдында құдалығы болады. Сол құдалыққа барлық дүниесін келетін болады. Қалған, яғни ыдыс аяқтары, төсек орындары, көрпе төсектері енді ары қарай сол кезде көрерсіздер. Ал қазір біз сіздерге кішігірім жаңағы алып келген өзінің жасауын көрсетуге дайынбыз. Менен жаңа таныстырып өтті, тағы да таныстырып өтейін өзімді. Есімім Аяулым, Алтынай әпкенің әулетінің келіні боламын, яғни кіші келінімін, үйдегі үлкен абысыным бар үйде. Қобалжып жатсам кешірім сұраймын, жаңағы кемшіліктерім болса қобалжып тұрмын, әбден кешелі бері қобалжып жатырмын, тойдан бері енді шапқылап жүрміз ғой. Егерде бір дұрыс болмай қалса кешірім өтінемін. Арғын елінің қызымын, Қарағандыдан Шымкентке ұзатылып келген болатынмын. Алланың қалауымен 12 жыл осы әулетке келінмін, 4 баланың анасымын. Мен жанымда тұрған осы жаңа ғана Талғат таныстырып өтті жиен немереміздің, яғни келіншегі біздің келініміз. Оның жанында жаңағы отбасылық достарымыз, туысқанымыздай болып кеткен Ардақ әпке, Гаухар. Қазір Алла қаласа мен енді барынша айтуға тырысамын. Бұл кісілер маған ашып көмектеседі. Тамашалаңыздар, көріңіздер. Енді біз киімінен бастайық бірінші, одан кейін көрпе төсектерін көрсетеміз. Одан бөлек жаңағы осы алып келген дүниеміздің шашуы, яғни тәттісі шашуы өздеріңіз осы жерде Құдағи өзі бөліп берер сіздерге. Енді қазір киімін нені дайындап қойыпсыздар. Рахмет, біз енді осыны ойламаппыз. Егерде енді Алтынай әпке енді бірінші той жасап жатыр, сондықтан кемшіліктер болуы мүмкін, енді ары қарай опыт болады ғой. Сондықтан барынша дайындап әкелгеніміз. Мынау чемодандары. Алла қаласа, розовый чемодандар біздің Айнаранікі, ал мынау қара чемодандар ол Батырхандікі. Енді ниетіміз ел көрсін, жер көрсін, көп путешествовать етсін, жаңағы қыдырсын деген ниетте осы чемодандарды арнайы анасы таңдап беріп жіберді. Қазір осының ішінде киімдерін біртіндеп алып шығып көрсетейік. Міне енді қазақпыз ғой. Қазақ болғаннан кейін сіздерге білесіздер, кешелі бері той болып жатыр, құдалық сырға салу болып жатыр. Сол жерде сіздерге шапан жапты, жаңағы киім берді, соның барлығын Гани Кубиевтан арнайы алған болатын. Айнара қызға да осындай ертең беташары болады. Одан бөлек жаңағы тонаққа барып қалуы мүмкін. Енді келін болғаннан кейін осындай Гани Кубиевтің специальный камзол жилеттарын алып келдік. Осында екі түсте. Өзі енді ішіне көйлегін таңдап киеді. Енді келін болғаннан кейін әр жерге қонаққа шақырады, сол кезде әдемі болып киіп барсын деген ниетте алып келдік. Чемодандарды ашып жіберсеңіздер. Енді қалған барлығын енді құдалықта көре жатасыздар. Ол кезде басқа мен абысыным болады, сол кісілер көрсетеді. Мына жерде енді қазір мен ана жол тойдан қайттық қой. Тойдан қайтқаннан кейін барынша жинап кеткен болатынмын. Бірақ одан кейін тағы да үй ішілері көріп, осының барлығын реттеді. Енді қазір қай чемоданды ашып атқан не бар екенін өзім. Мынау енді сыртқа киетін, енді өздеріңізде орамалдасыздар, мен де хиджаптамын. Қазақстанский бренд, осындай двойкалары сразу үстінде орамалымен бірге. Осындай әдемі тройка деп санасам болады. Мынау сыртқы киімі. Бұлай ашып көрсетейік па, или қалай, бұлай сыртымен көрсете берейік па? Міне осындай сыртқы киімі. Ертең енді августтан кейін күн суиды. Алматыдағы нағыз күздік, даже қыста да кие беруге болады. Курткасы. Енді анасы барынша жақсы жерден алды, жақсы киімдер алды. Сондықтан енді атап өтпей қойын. Енді Лора Пиано, Прада, Гуччи барлығы қарастырылған, барлығы бар. Барлығын мынау норка жағалы, жаңағы күзде, көктемде киетін курткасы. Одан бөлек мынау Гуччи кардиганы, ертең қонаққа әдемі болып жүрсін, Батырханымыздың жанында күшті болып жүрсін деген ниетпен алып келдік.
Одан бөлек мынау жаңағы Айнараның өзі мен бірге мен барған болатынмын. Сол кезде таңдап алған киімдері өзінің именно осы нелерді өзі қалағанын киен деп тұратын жаңағы мына розовыйдың жасылы ғой. Мынау да тоже қонаққа киетін, күнделіктіге киетін, енді баратын жерлеріміз көп қой. Жастар болғаннан кейін қыдырады, киноға барады деген сияқты. Сол моментта киетін жаңағы дәл қазір осы август айында киіп тастайтын двойка, Леннан двойкасы. Одан бөлек мынау тоже двойка, асты шалбар, үсті осындай абая болып келеді. Фендидан осындай накидка үстіне, егерде бір жерге баратын болса, іліп алып жүре береді. Но өзіміз орамалдағылар білет, осы киімдерді көп киеміз, осы брендтан. Ол жерде как намазник ретінде жүреді, көшеге де кие беруге болады көйлек ретінде. Мынау бізде енді Айнара өзі мынандай закрытый, қазір киіп жүр ғой, енді әр мода болғаннан кейін неше түрлісін киеді. Бұл химар орамалы, енді орамалына көктермен кисе де өзі үйлестіріп киеді ғой. Мынау да тура сол химар, мыналардың нелері ғой, орамалдары, түстері бірдей болып жүргізсін деген ниетте өзі таңдады барлығын. Біз тек осылай упаковать етіп алып келдік. Чемодан ашылды, чемоданның ішінен ашылғаннан кейін ішінде орамал бір жанға өзіңіз үйлестіріп бересіз. Әр чемоданға осындай салдық барынша. Менен кейін туралады қыздар тағы да. Сондықтан кішкене шатасуы мүмкін өйткені ар жақта барынша. Бұл жерде де киімдері осындай намазниктары тоже үйге де сыртқа да кие беретін. Енді біздер қысқа кие алмаймыз. Сондықтан қысқа кие алмағаннан кейін осындай үйде киетін жеңіл осындай көйлектер орамалмен ертең келін шай береді сіздерге. Сол шай берген кезде удобно болсын деп намазын оқыған кезде де сразу жүгіріп барып оқи салатындай осындай көйлектері. Мынау анасын арнайы дайындаған соболь шубасы, ертең Алла қаласа қыста қонаққа тойға киіп баратын болады. Арнайы Айнараға алынған. Осылай үлкен сумка, ертең қысы. Одан бөлек мынау күнделікті тағатын сумочкалардың барлығында да енді косметичкасы бар, сумочкасы бар, осындай прибавлениесі болады. Соңыздар киімдерінде бір менің әртүрлі болса, соған әртүрлі сумка ұстайтын болады. Кроссовкасы Шанельден ертең ұстайтын. То же самое, орамалды қыздар енді көбінесе каблуки анауынан киінеді, көбінесе осы концерткен айту бойынша яғни специально учная работасы. Мынау енді жаңағы көйлектер алып келіп, неше түрлі көйлектер, соған кроссовкасы. Мынау жазға кезінде де болды. Что сезонға деген аяқты? Неше сумкалар бар ғой, сол сумкаға сыртын былай жай ғана көрсете салайын сіздерге. Мынау Айнараның өзі екеуміз бірге барып таңдадық. Көріп тұрсыздар, оттеновтары тоже аяққа ұқсайды. Бұл мадыға алып келдік. Мынау да тоже осы оттеновта, барлығы осында жақсы матада. Мен өзім осының құтығым әдемі болса, мен ұйқымда ғана көп, сондықтан осы постель, осы жастыққа жатып, ұйқысы ертерек қанып, ертерек шай берсін. Яғни, енді неке қиылды дегенде ақ түсті елестетеміз ғой, барлығы ақ некенің белгісі деген ниетте өзім бір ақ постель таңдадық осылай. Өзім болады. Мынау тоже сатин, нет, постельный комплект. Мынаның бәрі постельный комплект. Мынау да постельный комплект. Көріп тұрсаңыздар. Цветтің бәрін Айнара өзі таңдады. Гармасы мен сияқты. Мен таңенен топырағынан деп мынау примерно. То же самое. Көріп тұрсаңыздар, мен сіздерге айттым ғой жаңа. Кроссовкалардың түсі қандай, постельный де түсі сондай болып шығады деп ше. Айтады ғой,
келін ене топырағынан деп сондай мамасынан А мне пишут в Инстаграме, она на вас даже больше похожа, чем на маму. Говорит, на вас глаза похожи. Говорит, обе такие, подруга простой, говорит, вам сізге сатталса екен. иә Әдемі Я сіздер говорю, Батырхан, значит, выбирал. От тебя выбирал. Как меня, ну. мынау киімін беріп жіберген екен мына коробканы ана ішінде жаңағы аяқ киімдер қалып кетті тағы да осындай ниеттер ертең мынаның ішінде жаңағы анау үлкен сумочкалар косметичкалар болды ғой соның папасы деп ана жерде мамасы бабасы махровый полотенце емес қазір вафельный полотенцелар актуально жаңағы Батырхан екеуінен алдық екеуі мынау ақ ванное полотенце одан кейін лицевое полотенце және де енді біз дәрет көп аламыз ғой сондықтан аяқтың астында әрқашан жатсын деп осындай аяқтың несін алдық дәрет алуға деп бұны біз қайталадық яғни мынау айнаранікі мынау Батырхандікі ал несі алдыңыз ба қалған полотенце анау ертең келеді өзі артынан енді үстіде матрас бар матрасниігін әкелдік оның постелін әкелдік енді оның үстіне жабатын покрываласы болу керек қой сондықтан осындай покрывало жастығымен мынау покрываласы солай өзі жасап өзі салып алады оның барлығын мынау өздерінің ұйықтайтын жастықтар болатын болса мына жастықтар екі жастық мына особный болып тұр да просто мына екі жастығы мына покрывалда әдемі болып тұратын екі жастығы бар ғой соны да ойластырып соған да сразу екі жастығын алып келдік мынау жаңағы ашқан енді кеше сіздер көп нәрсе алып келдіңіздер өздеріңіз көрдік өзіміз таратып бердік бұл осы киімдердің осы шашуы деп қабылдаңыздар өздеріңіз бөліп аласыздар иә бұны ашатын адамдікін да іліп қойдым мына жерде мен специально көрдім ашқан адамға берілсін деген ниеттен ішінде барлық тәттілер бар оны кімге береміз шашуы осы жердегі жандарға өзіңіз қарастырып бөліп бересіз а мынаны ашқан адамға бересіз хорошо қабыл алыңыз жасаңыздар көтеріңіз айтайын мен осы күнге дейін бұндай нәрсе жинап көрген емеспін бұның барлығын менің үлкен абысыным жаңағы жасап қояды мен тек қана жанында бүйтіп мына гауһар сияқты тұратынмын енді маған да сол күн жетіп та осындай істерге көрсетіп жаңағы айтатын енді алла қаласа гауһар да сол күнге жетеді бәріміз по очереди келе жатырмыз ғой иә сіздерге ұнайды деген ойдамыз алтынай әпкенің аманаты баға алтынай әпкенің аманатын жақсы ойдағыдай жүргіздік деген ойдамын мен даже енді инстаграмда блог жүргізгеннен кейін қаншама мың оқырманым бар ол әрқайсысы менің бір жанашыр отбасымдай әрқайсысы тілек тілеп сіздердің кеше тойда құдалар қандай керемет деген сәлемдемелерін жолдап жатыр оларда подписчики дейді ғой енді әрқайсысы қуанып жатыр қандай күшті керемет әулет деп жатыр оларға да дұғайда менен сәлем аманатты жеткіздім енді ұнады деген ойдамыз алла қаласа үлкен тойда кездесеміз үлкен тойда жаңағы алған саяғы бар алған көрпе төсегі бар тағы да жаңағы қонақ келгенде дегендер бар ғой енді ол жағын мен қатты біле бермеймін ары қарай оны аламыз жаңағы дайындаймыз жақындап қалған кезде ғой барлығын саяғы барлығы алынып тұр енді ары қарай оны сол кезде құдалықта көре жатарсыздар сізге рахмет назар салғандарыңыз жақсы сіздер өздері жылы жүзді болғаннан кейін біздер тамақ ішімізге ел қонып Ана көрімдігін берейік. Сколько ставим баллов? 10 20. Өзіне бұйырсын. өзіне бұйырсын 100 балл 100 балл 100 балл.